Söylesең кіл жағыма ырыс қонды. Бүгінгі жұмаларың қабыл болсын, ақырын сөз сөйлеуге кіріссеңді. Жұма деген шығады әңгімеден, бұл да бір бәтуалы бір іс болды. Жұмасына жүлде алған жүйрік едім, айтыс бүгін болғаны дұрыс болды. Ау, шат десең ақын балаң арындайды, шат десеңдер тынысың тарылмайды. Баршаңызға бас иіп сәлем бердім, дейді ғой иілген бас шарылмайды. Евразия ұлылардың ордасы ғой, атағы әлемдегі қалмайды. Бұл жақтың тәртібі де өте қатал, тек шәкірттерді қабылдайды. Бұл жақтың жатақханасы өте жақсы, шәкірттер үйлерін көп сағынбайды. Менің айтқаным жалған болса, сөзіме еш шапалақ соғылмайды. Сөздің қысқасын айтқан кезде бұл орда арманымды орындайды. Европаның қай елін іздесең де Евразиядай универ табылмайды. Ау, айғаның толықсыған айдайсың ба? Қыр гүліндей құлпырып жайнайсың ба? Сұрақтың тереңіне бойлайсың ба? Менен гөрі 4 жылдық опытың бар. Менен гөрі 4 жылдық опытың бар. Неме айтысуға қоймайсың ба? Өзің айтшы, екеуміздің арамыздан бірдеңе шығады деп ойлайсың ба? Атасыйы, кетпеген баласың ау асасыйы. Финалда меніменен жұпталыпсың, әпкесінің тәп-тәтті нәпәсійі. Кішкентай бойыда тым қысқа екен, Құдай-ау мынау кімнің бопашыйы. Халқымның ықыласына шыдай алмайды. Сөзімді ағатығым бұлақ терем ай. Өзіңді іні шегім шырақ терем, екеумізден бірдеңе шығама дейді. Өзіңше сұрайсың, өзіңше отырсың ғой сұрап менен. 11-дегі баламен не шығады? Мен тек қана өлеңімді құрап көрем. Ойпай-май, мынау балаң сойқан екен.
айтқан шығат деген ай. Әкемнің арқасында шығып тұрмын ай. Әппақ боп атсыншы бала таңын, деп отсың ба аузым елді қаратамын, төлөнерін көтерсін деп жіберіпті, үкіліп сені туған жерің Қаратауың. Қол соғыңдар осында бұл балаға, ағайында аямас алақанын, төбесінде бұл баланы көтерсінші, Қаратаудан келіп қалған балапанындай. Ау, түрімізден көргендей фотосурет, отыр ғой мынау кімнің бопашы деп. Сен мені еркелесең бопашы деп, мен сені еркеледім апасы деп. Ау, кезегім бопашы деп берді әйтеуір. Тиктокер екеніңе сенді әйтеуір. Қайта тикток дегенге масаттанып, кәмпит пил демесең болды әйтеуір. Ау, бұл әлі қырандайын қияқты ғой, таңдайдан жыр төккенде ұятты ғой. Ағайын бәріңіз көріп тұрса, қоланы маған беретін сияқты ғой. Алтындай жырменен шығып тұрып, қоланы бермей кетсе, ұятты ғой ай. Деп отсың ба әпкемді тойтарамын, жарайды мен сөзімді қайталамын. Кәмпит бер деп сұрама деп қояды, оған қалай мен жауап айталамын. Кәмпитті өзім саған бермесем мен, кәмпит әпкем болып қасыңда жайқаламын.
Қорықпа кәмпит бер деп сұрамаймын, өзім саған кәмпит беріп қайтарамын ай. Исламжан, сен бір мықты балам едің ай. Қара таудан келіп қалған қара керім ай. Әкемнің арқасы емес деп айтасың. Шапқанда сен де сондай дарам едің. Тоқпағы мықты болса, киіз қазық жерге кірет дейді ғой. Санал елім, менің әкем сенікіндей ақын болса, қол емес алтын домбыра алар едім ай. Айтысып отқан кезде шақалақпен мен бірақ өлеңді қайталаппен, бұйырса қола домбыраны алып жатсам, аспапты құйып берем шоколадпен ай. Айтсам әлі кіші баламын ғой, бұйырса мықтылардай боламын ғой. Алтын домбыраға просто жасым жетпейді, әйтпесе алтынды да аламын ғой ай. Бұл әпкем жақсы мәнді күй кешеді, баладан жақсымын ғой ой кешегі. Сахнада әкем отыр деп айттың ғой. Осыған әлі өлең қой деседі, екеуміз шешіп алсақ болды емес пе, әкең мен әкем өзі сөйлеседі ай. Айған түйіндей ғой, Дегенде бұл көгімнен ұшып өтем ай. Дей алмаймын бұл баланың сусып өтен ай. Әкемменен сөйлесем деп қояды. Дей алмаймын бұл баланың түсіп өтен. Сен өзі Шымкенттің баласы едің. Кәсіпкерлер сонда ғой. Кәсіпкерлер сонда ғой, ісі бекем. Нағыз сол еңбекқорлар жереді ғой. Бәй бірақ мына балан күшік екен. Ересек үлкендерін саудагер деп ойласам, Шымкенттің балалары да пысық екен ай. Ой, рахмет, ақындар, тамаша айтыс болды. Ақындарға қошеметтеріңіз болсын ағайын.